Ана кешірсем кешірейін. Қыздар ұқсай бермеңіз. Одан да киноға түсіп та. Оңай дейсің ба саған киноға түсе салу? Сначала надо в кастинг пойти. Ой, оны сендер сақ білемін. Қай жерде кастинг бар, білесің ба? Сендерде актерское мастерство бар ма? Ойбайым, өзінде бар сияқты айтты ғой. Кастингдер ұқсай берсіңдер, мен өзім ақ кетемін. Все, извини. Ол жүрген кастингге бар еді ғой. Ох, әкем солай деді. Қош, шынымен ба? Шынымен ба дегенде. Жаңадан мен саған не айтып отырмын? Қайдан білейін? Шынымен келатыр деп ойлап қалдым. Ой, сен де дос деген бір-бірін тыңдап жүреді ғой. Оны қоя бер. Бірінші әпшені тоқтату керек. Оданша көмектеспейсің ба? Егер де мен әпшем өнерді бағалап келмесе жатсам, мен қолдайтын едім. Ол олай істеп жатқан жоқ. Киноны басқаша қалайсың? Әпшем просто көп ақша тапқысы келеді. Сол үшін кино түсіріп жатыр. Жақсы емес пе көп ақша тапқан? Түк түсінбей дейсің. Болды, қоя салшы. Мен түсінбесем, не айттың саған бәрін? Түсінетін шығар деп айттым. Қайда білсем түсінбейді. Көмектесің, ойындама. Білмеймін, сен қасында жүрсің. Одан соң мен ойындама. Мына әпшем қалай тоқтатсам болады екен? Девушка, тыныштық па? Я тыныштық, просто салып жүрейін деген өзім. Жоқ жүріп салып жүретін зор екенсің да? Не қазір? Қай шығатын өзі? 2000 теңге менсінбейді. Түсінбедің? Түсінбейтін несі бар? Не ақша алдың ақшаны? Ойбай, қалай ойлайсыз? Мен келін түсірмесем. Ақша сұрамасам. Не үшін салдың? Ой, сіз қайыршымысыз ба? Жоқ. Бірақ 2000 теңге аз ақша емес қой. Бола салайын қайырш. Жарайды, ала беріңіз. Бірақ жібек кино студиясы қай жақта? Әпшеммен ең бірінші клиент тұзаққа түсі десе, Түсінбедім, қандай тұзақ? ештеңе. Негізі ақшаңыз көп ау деймін. Ақшамыз көп болғаннан кейін киноға түсем деп жатырмыз. Бардыңдар. Айдаладағы біреудің қалтасын қампайды. Шынды ма? Шаруаң болмасыншы мен де кетші бар. Мақұл, өзіңнен көр. Ертеңге жақсы ол. Басқа еңді жақсы ол. Студия осы ма? Қойын мына жер мал қораға ұқсайды ғой. Енді ашылайын. А когда будем снимать фильм? Дәл қазір бастайды. Мынау біздің подружкамыз, то есть подругамыз. Саламатсыз ба, девушка? Сіз бе киноға түсетін? Менің бала күндегі арманым. Қойшы, сен әлі де баласың ғой. Той қойындаршы қыздар, әпшені түсінайын. Қыздар киноға түсу тегін емес. Оны өздеріңіз білесіз. А сколько? Ақша сұрайтын, сіз профессионал емессіз ғой? Мен вообще-то профессионалмын. Ал менің киноға түсу 10 миллион. Әпше, Каспий көзіңіз айтыңызшы. Мұналар ұрсыса тұра береді ұрсып. Ой, жазып алыңыз. Досым, әпшемді қалай жоқ тұтапсыз? Әпшеңе мен айтайын да? Мен әпшем сені танымайды да ғой. Танымайды дейсің ба? Менде бір идея. Сөйтіп не істейсің? Білмеймін, басқа идея жоқ менде сол жердеміз. Онда сен басқа клиенттерге барысында мен әпшем ақша жеңгені түсіп жатқанын дәл емес. Сол кезде бәрі кетіп қалады ғой, Өзіңді біліп отыр екенсің ғой. Давай іске кірісейік. Сендер не жеп ақылды боласың ба? Шаруаң болмасын, жүрдік. Әпше, мен саған клиент таптым. Сен өзің таныстырып өр. Мен жұмысым бар, әпшем. Давай. Бейді, сәлеметсіз бе? Киноға түсуге келдіңіз бе? Басымды. Сіз білесіз бе киноға түсу ақылы екен? Білем. Мен іші толған ақша бұл. Ой, қош келдіңіз. Киноңызды қазір бастаймын. Сізде өзі камера бір-бірі бар ма? Оны телефонмен түсіріп өтемін ғой. Кішкене ғой. Ал монтажды ше, компьютеріңіз бар ма? Оны телефонмен интернеттен сатып аламын. Онда сіз ештеңе сатып алмайсыз ба? Ой, не қылам? Қолдаған нәрсені істемейін да. Зато эконом. Менің ойымша сіз өнерді бағаламайсыз.
айналайын, қайдағы өнер, қазір барлығы ақшаға кетіп келеді. Сіз сонда өнерді ақшаны сатасыз ба? Иә, несі бар, зато менде ақша көп. Онда кейін сізге хабарласам ба? Шындыма ол біртүрлі ше. Туны сетте шықпай кетті ғой. Wi-Fi қосайын ба? 2 сағаттан бері соны айтпай не істеп тұрсың? Соны айтам, бүйтіп өтірік дос болмай-ақ қойшы. Қыздар тыныш па сендерде? Тыныш? Сенде тыныш емес сияқты ғой. Чуш. Нет, сендер ұрса берсеңдер, адам өзі каспиге кіре алмай жынданып жатса. Девушка, не қылдың? Ақшаны қашан аударасың? Қазір әпшеказ ойындамаңыз, қазір аударым. Мамка, міндет екен да? Я, міндет, потому что ол бізді киноға түсіреді. Осы, сен екеуін ұрыс болғансыздар ма? Қандас ақшаны аудармаңыз. Ойбай, не қылсың шарасығып? Соны айтам, не болып қап? Ойбай, мына екеуін келісетін күні бар екен ғой. Ол режиссер емес, ол просто сендердің ақшаларыңды алып кино бизнес ашайын деп жатыр. Ха, біз сенбейміз. Докажи. Сенбейсіңдер ма? Рома, кеш! Бұны бізге алып келіп, не көрсетпекшісің? Сендер бұны видеоны көріңдер. Сен өтірікші! Жаңа ақшаны кәсіпке аударышыңдар, келісіңдер. Ей, тоқта! Что ойлап таптың ғой? Молодец, бесақыш. Брат, ол сенің әпшең емес пе? Я әпшең ғой. Просто мен бәсекеден жеңілсем, оған көмекші болып қаламын да. Десе досым.